ұстаздар, оқушылар, қадірменді қонақтар, бүгінгі біздің Ертайған қуыршақ театры ұйымдастырып отырған күндіз деген достар атты ертегімізді тамашалауға рұқсат етіңіздер. Жазда жайма шуақ күнеді. Айналаның бәрі әдемі. Көкте күн күлімдеп шуағын шашып тұр. Күннің шуағы айналаға нұр төгіп, жан біткеннің бәріне ерекше көңіл күй сыйлап тұрды. Жаздың осындай жайма шуақ күнінде орманда ерекше бір оқиға болады. Орманда көңілді лақ билеп ойнап жүреді. Бір мезетте аспанды қара бұлт торлап, күннің бетін жауып тастады. Сол-ақ екен айналаның бәрі қараңғыланып, күн күрт салқындап кетті. Найзағай ойнап, жаңбыр жауа бастады. Жаураған лақ ағаштың түбіне жасырынып қалады. Қорыққаннан жылай бастайды. Оны көріп қасына мысық келді. Лақ, сен неге жылап отырсың? Аспанды бұлт алады. Күннің көзі жоғалып кетті. Мен қорқып отырмын. Лақ, екеуміз дос емеспіз бе? Жүр, мен саған күнді іздеуге көмектесейін. Сөйтіп екеуі күнді іздеуге шығады. Аз жүрді ме, көп жүрді ме, келе жатып, бұтаның түбінде жасырынып отырған қоянды көреді. Сәлем, қоян досым. Сәлем, досым. Саған не болды? Неге жылап отырсың? Күннің сәулесі болмаған қандай жаман. Мен қорқып отырмын. Қоян, күн сәулесі бәрімізге қажет. Біз Лақ екеуміз күнді іздеуге шықтық. Жүр, бізбен істейсің бе? Әрине, мысық досым, мен де барамын. Сөйтіп, үсті басы су болып, тоңып қалған қоянды ертіп, үш дос күнді іздеуді жалғастырады. Жолда құйрығын бұлғандатып, сылқым түлкі келе жатады. Амансың ба, түлкішек? Жолдарың болсын, балақайлар. Түлкі, күнді қайда табуға болады? Күнді қайтпексіңдер? Оны табу сендердің қолдарынан келе қоймас. Менде сендермен бұл сөйлеп тұратын уақытым жоқ. Әтештен сұраңдар, сол бәрімді. Ал мен кеттім. Үшеуі қол ұстасып, Әтеш досына бет алады. Әтеш келе жатқан қонақтарын көріп, амандасады. Көкәреку, амансыңдар ма достарым? Сәлем, Әтеш досым. Әтеш досым, сен күнді қайдан табу керек екенін білесің бе? Я, Әтеш, біз жаурап қалдық, көңіл күйіміз жоқ. Жарайды, мен сендерге көмектесейін. Ана тауды басындағы ақ бұлтқа жетсеңдер, ол сендерді күнге алып барады. Көкәреку! Жоқ, мен бармаймын, мен қорқамын. Біз қалай тауға шықтық? Мен қорқамын, бармаймын. Достар, бұларың не? Мен жабылсана тауға бармаймын ғой. Күн сәулесі бәрімізге қажет. Жүріңдер, бірге барамыз. Мысық дұрыс айтады, достар. Қашанда бір-біріне көмектесу керек. Достар, тату. Бірге болса, кез келген қиындықта жеңуге болады. Кеттік ендеше. Барлығы қол ұстасып, биік тауға жетеді. Мен шаршап кеттім
шығу оларға қиын болады. Осының бәрін бұлт көріп былай дейді. Достар, сендер күннің әрдайым жарқырап тұрған қалайсыңдар ма? Я, әрине. Ендеше мен сендерді сынап көрейін. Бірінші тапсырма достық айнымайтынды. Балдырған баламыз, досты көп табамыз, қашанда, қайда да. Достар бір-біріне сенімді боламыз. Достар, сендер тағы да достық әнін білетін шығарсыңдар. Әлде достық мақалын білетін шығарсыңдар. Жарайсыңдар достар, мен сендерге ризамын. Қазір күннің көзін ашып берейін. Алдымен бірге айтайық. Жарқырар күн, жарқырар. Жарқырасын күніміз, жарқы болсын үніміз. Достығымыз берік боп, таусылмасын жырымыз. Күннің жылы шуағы жандарын жылытып, құшақтарын мейірімге толтырған достар қуансып достық әнін айтады. Туған өлкем Қазақстанда, көңілді балаларымыз, қол ұстасып біз мейрамда, шын ниетпен қуанамыз. Қол ұстасып біз мейрамда, шын ниетпен қуанамыз. Салтанатты ұлы күні, құтты болсын достық әні. Қуанышты шаттық күйі, ортақ болсын шаттық жыры. Қуанышты шаттық күйі, ортақ болсын шаттық жыры. Құтты болсын достық әні. Құтты болсын достық әні. Қадірменді қонақтар, алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі біздің ертегімізді тамашалағандарыңызға көптен көп рахмет. Бүгінгі біздің ертегімізде автор рөлін ойнаған Садық Жанел, Мысық рөлін ойнаған Жандос Заяру. Лақтың рөлін ойнаған Канатова Жанел. Қоян мен бұлт рөлін ойнаған Жандос Аружан. Түлкінің рөлін ойнаған Төкен Айыру. Әтештің рөлін ойнаған